Қазіргі таңда адамдар неге тәуелді? Ол Instagram, TikTok және де YouTube. Иә, қазіргі таңда кішкентай баладан үлкен қартқа дейін YouTube'та отыратыны сөзсіз. Біздегі маңызды сұрақ, не үшін адамдар YouTube түсіреді? Біреулер шығармашылық үшін түсірсе, ал екіншісі атақ үшін түсіреді. Ал сол түсірген үшін YouTube оларға ақша береді. Естественно. Мен де өзімнің жолымды бастаймын деп шештім. Мен де атақты және бай болғым келді. Менде мықты компьютер болған жоқ, сол үшін мен өзімнің телефонмен бастаймын деп шештім. Жаман емес деп ойлаймын бұл идея. Мен осылай YouTube бастаймын деп шештім. Бірақ бізде бір мәселе бар. Не түсіруге болады деген. Менің ойыма сразу видео ойын түсіру деген идея келді. Кішкентай кезден бастап ютуберлерді қарап өстік. Біреулері челлендж, ал екіншілері видео ойындар түсіретін еді. Ал мен телефоннан не түсірсем екен деп басымды қатырдым. Бұлай ойландым, ютубтан қарадым. Қысқасын айтқанда, осы екі ойынды таңдадым ғой. Олар Roblox пен Brawl Stars. Мен басқа ютуберлердің видеоларын қарадым, просмотрларын қарадым. Көп ойланбай мен осы ойындарды таңдадым. Келесі мәселе бізде ол канал ашу. Аватарка және видеоға обложка. Бізге көмектесетін ол ChatGPT. Мен оған өзімнің шарттарымды айттым. Қалай болу керек, қандай болу керек, және де ол маған аватарка жасап берген болатын. Аватаркалар. A few moments later. Аватарка жасап болдық. Келесі түсіріп болған видеомызға обложка жасау керек еді. Бұл жерде бізге EBS Paint X көмектеседі. Бұл жерде сен өзіңе обложка жасауға болады. Болмаса бізде басқа вариант бар. А что, так можно было, что ли? Бірақ бұл да идеальный емес. Бірақ біз оны жөндей аламыз. Келесі бізге маңызды рөл ол түсірген видеомызды монтаждау. Бізге көмектесетін бағдарлама ол CapCut или CapCut. Кімге қалай ыңғайлы солай айта берсін. A few moments later. Хотя бұл водяной знакты алып тастауға болады екен. Бірақ бұл тек 4 рет қана, сондықтан мен сіздерге басқа бағдарламаны ұсынамын, ол VN. Бұл да сол CapCut секілді. Видео монтаждап болғаннан кейін оны YouTube'қа салу керек. Мұнау қат қала береді, мына шешеңнен пидор сені қотақ бош. Видео салып болдық. Енді оны адамдар көргенін күтеміз. Қандай атақты болғанымызды және қанша табатынымызды есептей берсек болады. Нет. Бірақ бір но бар. Ол монетизация. YouTube бізге ақша төлеу үшін бізге 1000 подписчик мен 4000 сағат керек. Енді салған видеоларымыздың просмотрларын көреміз. A few moments later. Бәрі біз ойлағанда оңай емес екен. Видеоңыздың просмотры көп болу үшін оның сапасы мықты болу керек, және адамдарға қызық болу керек. Мен өзімнің видеомда қарап шығайын деп шештім. Всем привет, вы на канале Фрайс. Мы сегодня покажем вам... Мынандай видеоны даже менің итім де қарамас еді, сол үшін адамдарды қызықтыру керек, олармен сөйлесу керек, видео өткізіп жібермеу үшін оны назарын аудару керек. Тағысын тағы. Мен видеоларымның качествосын жақсартып, тағы да видеолар салып көрдім. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. Бірақ та біз берілмейміз. Мен алдыма мақсат қойдым 30 күнде 30 видео деген. Мен күнде сол видеоларды салып монетизацияға қосылуға тырысамын. YouTube'та және барлық жерде главный тастап кетпеу керек. Бастаған ісіңді до конца бітіру керек. Солай сен өзіңнің еңбегіңнің жемісін көретін боласың. Осылай видео аяқталды, достар. Мен сіздерге өзімде болған қиындықтар мен қызықтар жайлы айтып берген болатынмын. Бұдан кейін сіздер YouTube баса кетеді деген ойдамын. Нет. Ал сіздермен болған мен Versus, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Сіздермен каналымда қызықты видеолар күтіп тұр. Ондай болса, қош, сау болыңыздар, достар.